Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін минутка деп аталатын өте тез дайын болатын самса дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Шай ішетін кесемен өлшеп 3 кесе ұнымызды салып аламыз. Кесені толтырмай жылы су алып, 1 шай қасық тұз қосамыз. 1 жұмыртқаны толықтай қосамыз. Екінші жұмыртқамыздың ағын қосамыз. Сарысын бетіне жағу үшін алып қаламыз. Араластырамыз. Ұнның ортасын осылай ашып, бөлме температурасында тұрған немесе ерітілген сары майымызды алып, жақсылап ұн мен майымызды араластырып аламыз. Үстінен жұмыртқа қосылған суымызды құйып, қамыр илейміз. Шомсақ қамыр шығады, бетін целлофан пакетпен жауып 20 минутқа қалдырамыз. Ал енді начинкасын дайындауға кірісейік. Ол үшін 2 пиязды алып, осылай кубиктап, ұсақтап турап алатын боламыз. Картопты да ұсақ кубик етіп турап аламыз. Тартылған етімізді қосамыз. Татымына қарай тоз бұрыш саламыз, немесе самсаға арналған дәмдеуіш те қоссаңыз болады. Қолдың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қамырымызды алып, осылай ұзынша етіп алып, майда бөліктерге бөліп аламыз. Бұл қамырды жайып, арасына май жағып керек емес, өйткені құрамында май болғандықтан осылай тез дайын болатын песочный самса. Тез дайын болады, уақытыңызды үнемдейсіз, әрі тандыр самсаға ұқсас, дәмі де ерекше болып шығады. Осылай бірдей бөліктерге бөліп алып, домалақтап аламыз. Оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Арасына начинкамызды салып, видеода көрсетілгендей етіп, дөңгелек пішінге салып түйетін боламыз. Немесе дөңгелек пішінді қаламасаңыз, өзіңіз кез келген формамен түйе берсеңіз болады. Үстелдің үстіне қойып, самсаны алақанның көмегімен осылай айналдырып аламыз. Асты біркелкі тегіс болып шығатын болады. Әрі формасы әдемі болады. Барлық самсаны осылай қайталап жасап шығатын боламыз. Сіз кез келген формада жасай бересіз. Өте дәмді, әдемі болып шығады. Өріп те, үшбұрышты етіп те жасай беруге болады. Егер менің видеоларым ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Мінекей, енді формамызға орналастырып шығамыз. Арасын кішкене алшақтау етіп қоямыз. Бетіне 1 жұмыртқамызбен кішкене сүт араластыра отырып жағып шығатын боламыз. Үстінен мак немесе күнжіт сепсеңіз болады. 180 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Атына заты сай минутка деп аталатын өте оңай самсамыз дайын болды. Дәмі тіл үйіретін песочный ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен Мадина.